Біріншіден жігіттер, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда әдемі хадис бар. Сіздерге бір мейіз басты, қап-қара негр адам имам болса да соған үйсіңдер деген сөз бар. Салаф солихтарымыздан қалған керемет әйбат мінез бар. Юсуф Хаджаж деген залым кісі болған. Бір адамды алады да түрмеге жаба қояды, бір адамды алады да сол жерде бірден жазасын бере қояды, өзі тағы арақ ішетін болған. Сол Ирақ жерінің өкілі болып тұрды. Тарихты өздеріңіз көріңіздер. Юсуф Хаджаж бір күні мешітке арақ ішіп келеді, сөйтіп намаз оқып береді. Намазды, таң намазын 3 ракат қылып оқып береді. Сөйтіп артына қарайды, не болды дейді. Мен бұны 4 ракаттағы оқимын қазір дейді. Қазір біздің мысалы мынандай мінезімізбен аузу билля деп тұрып кететін едік, жартысымыз или көпшілігіміз да. Сәләфтар не істеді сол кездегі? Тұрады да, сіз не дейсіз, біз соны істейміз дейді. Сол жерде мүмкін намаз дұрыс емес шығар. Бірлік деген нәрсе бар да. Егер сол нәрсе жойылса, көптеген нәрсе қалып кетеді. Білім үйрену, көптеген исламның амалдарының көпшілігі қалып кетеді. Арада бірлік кетеді, ұшады нәрсе.